Асас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султанес Такаева чалышам. Хайырлы ақшамлар. Yolbaşçının nezaretinde. Мен Эркун мейданға бақам. Саба кабинеттен бақып саям. Уйледе саям. Ве Валентин Валентиновичке қач адам чалышқаны ақында эсабат берем. Сентябрьнің біріне же Ахмеджет мейданını ве азбарларны тамир етіп етіштірежеклер ма? Әрбір инсанны айретте қалдырған дүлберлік. Объект 75%-ға екенленді. Қырымның Жұма жемесі өз қапыларына 1 жылдан соң açacak. Балаларны тәрбиелемек ве жемаатқа ярдым етмек. Біз бір бұтын оламыз. Sevgi ve Urmet Abdurrahmanovlarının çok balalı muhabbet ailesi böyle temelge esaslana. Yanı su ambarlarını Aluştada ve Ahmedjet'te kuracaklar. Olarda 8 ve 15 milyon kubometr su olacak. Şimdi bunun için teknik vesikalar hazırlanan. Bu hafta Cumhuriyet Nazirler Şurası toplaşımının neticesi boyunca Sergey Aksyonov haber etti. Ялтада су темізлеген тертибат olacak. Анда сумен темин етілген қошма мен бағалар жоқ. Бұндан соң динамикаға бақыжамыз. Ахмеджет бойынша не olacağını көзетерміз. Да, Азақ деңізі түбіндегі суның кейфиеті бойынша соң нәтижелер шығарылмады. Техник қарарлар бұңа бағлы olur. Шындылық су мәселесі стабиллешті. Менімше, атта яғанақлар olmasa bile, böyle аллар енді olmaz. Қырым құруcılık тезлігі ve yollar tamiratı boyunca birinci yerini alam. Bu maqsatlarga federal büdjetten Cumhuriyetimizge qoşma olarak 8 milyard rubley yollanıldı. Azbar ve skverler abadonlaştırılığı boyunca işlerinin tezligini ise Kırım hakimiyeti pek beğenmey. Бұңа бақмадан Демидовның бойын боржы сентябрьнің біріне же епсі ішлеріні екінлемек. Бойле олыр деп оламайым, афсоски. Көргеніме көре вазиет мушкул ола. Мен Эркун мейданға бақам. Саба кабинеттен бақып саям. Уйледе саям. Ве Валентин Валентиновичке қач адам чалышқаны ақында эсабат берем. Ишчилер қайда кетті, не үшін уйлелік 4 саат девам ете вейлі ақре. Амашымды керчек айтсам, адамлардың сайысы біраз артты. Ама епсі бір буал, объектні müddetке тапшырмақ үшін нормаға uygun дегіл. Sergey Aksyonow'un doğru bağa Kırımlılardan 2,5 binge yakın müracaat geldi. Tıbbiyet, tahsil, medeniyet sualler çeşit ama onlar episi yaşayış eyleshtiriluvinen ve yarımada abadonlaştıruvinen bağlı. Avgust'un 12'sinde saat 14'te online rejiminde Sergey Aksyonov Kırımlılarının episi suallerine cevap verecek. Akimesi Dametova meseleleri çözülgen adamlarının konuştu. По вашей просьбе. Сіздің рижаны сіле бүгін сізге сақатлар арабачықыны кетірдік. Бұл сізге қави сағылық тілеміз. Үміт етеміз кі, бұл арабачықтен сіздің яшайшыңыз енгелде олыр. Чоқ сағылыңыз. Любовь Шкарбын өмір арқадашын Сейтлер районының Садовая көйінде 1976 сенеден берлі яшай. Учоғланы век екі торынны ұстырдылер. 5 ел әвелсі оның сағылығы бірден ағырлашты. Менің аяқларым ағыртайды. Мен таячықтен юріп башладым. Сон қолтаяқларнен юри едім. Біраз вақыт кешкен сон, ода ішінде еқылып аяғымы сындырдым. Аман-аман 4 ай девамында сынық аяғыны тедавиледі. Хастаханеден соң алы түзілмеді ве о сақат олды демек мүмкін. Енді 5 жылдан берді оны ве оның хаста өмір арқадашыны оғлы бақа. Арабачық олмағаны себебінде нефақажы күн бойы 4 дивар ішінде отырмаға мечбур. Мен бізім газетімізні алам ве анда әжіле бақ номеріні көрдім. Она телефон ачайым деп түшіндім. Cumhuriyet yolbaşçısının doğru bağına müracaat etken soң cevap ikinci күні берілді. Көге етіп бардық, вазиетні огрендік. Любовь Андреевнанен құныштық. О бізге оси яшайыш вазиеті, не олғалында ақында тариф еті. Біз она енді ичтимый қызмет теклиф еттік. Она евді ичтимый қадым ярдым етмесі үшін. Біз бұ енеліште Любовь Андреевнанен субетімізні девам етеджеміз. Да бір кере лаф етерміз. Да бір черлерні теклиф етерміз. Қорантаны контроль етеджеміз ве онен субет девам етеджек. Тезден елінен идари етілген арабачық еріне яңы электрик приводлы сойы олажақ. Шымділік ісе Любовь Шкарбын яңы қатнап вастасына огренежек. Ярдым алмақ үшін көйлерден ғайры шерлер де мұражат еттілер. Ахмеджетте яшаған Нина Хомякова Сергей Аксеновның доғры бағына мұражат етіп, F янындаки территорияны абадалаштырмақ рижасына сеслендірді. Біз шеріміз абадалаштырылығы бойынша бір ай эвелісі Сергей Валерьевичке қайтқан бұрыны япмақ рижасынен мұражат еттік. Бізге оны бір авто девамында яптылар. Чөплік бақыларыны кесеніз дедік. Бұны да тест яптылар. 10 күн içinde. Біз бұл себептен тешекүр білдіреміз. Esas işler yapılğanı için.
Бүгінгі күнде Доғрыбаға енді 2,5 bin мұражат келді. Тематика обращения разнообразна. Мурачатларның мевзуаты чешет, мескен коммуналь ходжалықтан шахси меселелерге же, спектр чешет, yollar, коронавирус, ФЦП, құруджилықлары, Қырымның илері инкишафы. Базы адамлар Қырым yolбашчысына шахси суаллеріні бере, дигерлері башқа. Августның 12-сінде саат 14-те онлайн режимінде Сергей Аксенов қырымлыларының эпсі суаллеріне жевап бережек. Суал-жевапны Милли телеканалының эфирінде көрмек мүмкін. Ленуза Бурсеидова, Акиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымның ең бұйық. Жұма жемесі аман-аман 80%-ға азыр. Шымды территорияны абаданлаштыралар. Су ве электрик теменлев бойынша ішлер алып барылам. Құржылар өгінде да насыл ішлер тұрғана қында да Учахалов тариф ете. Ярым аданын ең бұйық жәмесі енді өз өлчісі ве жабизлегі еле айретте қалдыра. 50 метр yüksеклекке тікленілген 4 минаре esas binаны санки сарып алды. Қырымда ең миқияслы дини иншаатының құрылмасы 2015 сененің сентябрь айында башланған еді. Жәме эксплуатацияға тапшырылуының мұддеті бір қачкере башқа вақытта сүрілді. Бұна әмде пандемия себеп олды. Шымды ішлер девам ете. Одаларда ичкі ішлер яры-ярыға азыр. Бу минберден имам хутбелер кечиrecek. Бу исе мехраб. О Мекке тарафқа yol көстере. Бу конструкциялар эксиде мермерден ясалды. Русия президенті Владимир Путиннің авалесі бойынша Қырым акимиеті Жума жами құруджилығына қол тута. Бүгін біз қайд еттік ки, кечкен топлашуларда планлаштырылған тедбірлерні епсіні аман-аман бежердік. Амма өгде да чоқ иш тура. Ве бүгін музакере еткенлеріміз айтылған механизмлер, меселелерінің техник ве малиеви чезілуф yolлары бізге жами құруджилығында ярдым етер деп түшінем. Объектны акимиет контроль ете. Қырым мұсылманларының юрегі өз ачылып күнүні беклей. Біз территория абаданлаштырылуы ақта аңлаштық. Бұл су ве электрик теменлену, су ақызылу ве абаданлаштырылу ағларыны кечірмектір. Әмде бұл ерге алып келген yollar. Яғни бұл эпсі суаллер құруджилыққа бағлы. Умуми мейданлығы 5,5 bin квадрат метрны тешкіл еткен территорияда мемори корпус ве мусафирлер еві ерлеше. Олар османлылар услюбінде ясала. Қырым-татар мемаржылығының элементлері де көрініп тура. Витраж пенжерелер де қысмен ерлештірілді. Esas meseleler o Cuma Camii'nin inşaatı hakkında konuştuk ve yapılmagan işler ve neler daha o güde bizni bekleyen nasıl işlerini yapmak gerekmez. Onlarını müzakere ettik ve her bir işte yol haritasını hazırladık. O yol haritasına göre işler devam etmek gerek. Onu da ayda bir kere böyle toplaşmalar yapıp kontrolde tutmaya tırışacağız. Бұйық Жума жаминің құруджилығыны dindaşlarımız asırleyxası деп adlaylar. Енді içki mühendislik ақларда montaj işler kete. İsitüf ve ventilasya yapıla. Bundan son bizetüf işlerge keçecekler. Divarlar kaplana. Caminin hubbeleri yaraştırıla. İş çok. Cami gelecek senenin iyul ayına tapşırılacak degen tahminler бар. Эпсі ішлер екінленген сон ве жами қапулары муминлер өгінде açılған сон бұйық залда бір вақытта 1,5 bin киші ве балконда яқын 900 қадын топлана білежек. Бұйық Жума жами ярамаданы танытқан диққатқа лайық дая бір ер олажақ. Дауд Чахалов ве Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Devlet Дума сайлауларына бір айдан біраз зияде вақыт қалды. Рейберу бұл сене сентябрның 17-сінден 19-на қадар кечежек. Қырым сәкенлері үшін граждан ноқтайы назарына білдірмек пек мұйымдыр. Сонке 7 ел давамында Жүмхуриетімізде бұйық денішмелер юз берді. Олар эпосы саларда көріне. Бізім халық ойын вейерларымызны енді мемлекетіміздің чешет көшелерінде білелер. Қайтарма Қырым татар ойын вейер ансамблі дайыма гастроллерде болуна. Қырым татар медени тарихи асабалық музейінің фонды 5 кере артты. Сюрень адлы мемориал комплексін құруджилығы есе сонки басамаққа шықты. Шымды енді насыл дынышмелер олды веда не олажақ? Бұақта Гүзел Мамбетова тариф ете. Бойле мекияслы құруджилы Қырымда ешбір вақыт олмаған еді. Бұса фаль шекілді инкишаф еті. Бала бақчалары, мектеплер, тіби муйсеселер, спорт комплекслер, репатриантлар үшін евлер, тек Қырым татарлар үшін дегилді. Қырымның эпсіз сакинлері үшін муим ве эмиетлі объектлерден бірі Сюрень мемориал комплексі. Оны енді сентябрьде құрып бітірмеге планлаштыралар. Біз бала бақчаларында ве бойле объектлерде çalışамыз. Бүгін біз Сюрень мемориал комплекс
деміз. Абаданлашу бойынша кімер уфақ түфек ішлер қалды, ве кімер қошма ішлер тапшырылув кетишатында белі олды. Біз эм қанун чықарыжы, эмде ижра кимиетте иштирах етмек керекміз. Сайлавларда да фаал олып, рей бермек керекміз. Мединет инкишафы үшін де чоқ шей япыла. Мақсат әр бір халқының менлігіні сақлап қалмақ. Хайтарма адлы Қырымтатар ойын вейер ансамблі чоқысы халқара лейхаларының ғалибыдыр. Бізім милли ойын вейерларымызны мемлекетіміздің чешіт көшілерінде ве четелде білелер. Чоқ денішмелер юз берді. Мисал оларақ бізім Хайтарма ойын вейер ансамблімізді алсақ, біз гастролерге қатына башладық, бізге диққат ве малия айрыла. Киімлерімізді артты, аппаратурамызды, артистлеріні бүгін қорчалайлар. Бізім әр біріміз сайлавға кечкен заман біле, ярын бізім яшайышымызда әйе денішмелер көрінір, ве келечегіміз да парлақ олыр. Қырымтатар медени тарихи асабалық музейінде уникаль сергілер кечірілі. Оларны істеген адам зиярет ете біле. Экспонатларының сайысы 5 кере артты. Бұйық федераль музейлерінен ішбірлік инкишаф еті. Бұ әпсі тек сонки 7 ел девамында. Русиялы Қырымда мүмкін олды. Бұл соңғы елларда әбетті біздің музейіміз үшін, mesela яңы музейлер açmaға имкан олды. Bizim fondlarımız bayağı arttı. Mesela arkeologik tarafından ve aslında böyle el sanatları tarafından bayağı meraklı eksponatlar toplap aldık. Yeni kitaplar çıkarıp olduk. Saylavlarda iştirak etmek gerekmiz çünkü bizim hakkımız mutlaka biz özümüz korçalamak gerekmiz hakklarımızı. Təbiyyət, tahsil, medeniyet, insanın umuru bu sahalarga bağlı. Bir şey etmesi ve nasıl dönüşmeler gerek olsa, bu hepsi Kırım sakinlerinin faalligine bağlı. Reyberov bu sene sentyabrının 17'sinden 19'una kadar geçecek. Demek Devlet Duma saylavlarına bir aydan biraz ziyade vakit kaldı. Bu mühim yakın 5 yılga memleketimizin inkişafına yol göstergen vakıyadır. Kırım sakinleri için gраждан noktayı nazarını bildirmek pek mühimdir. Güzel Mambetova, Sait Velillayev, Hasan Zivadinov, Millet için. Балалар için яны стадион ve bonus olarak sportif urbalar ve futbol topları. Ахмечет район faal şekilde inkişaf eti. Sport, tabiat, yollar, яны ictimai obyektler. Bular episi yaşayışqa onaytlıq beri. Leyla İslamova'nın reportajı. Ахмеджит районын Кировская көйінде шен бала күлкісі яңғырай. Бұл ерде чоқ бекленілген спортив мейдан құрылды. Стадионын зиманеви кефетлі қапламасы бар. Футбол қапалары да пек қави. Матчынды башланды, әпсі тақымлар топланды. Ойыншыларының ве мұхлислерінің дұғылары толып таша. Ерлі футбол тақымы енді 2 елдан зияде бар. Евелері оларының спортив базасы бұл ескі стадион еді. Хавсызлық ве онайтлық қында сөз біле үрсетілмейді. Біз пек қуванамыз. Ниет идманла кечірмек үшін ер бар. Бізге бұл мейдан пек керек еді. Евелері стадион бар еді. Ама анда балаларға идманла кечірмек онайтлы дегіл еді. Бізде 2 командамыз бар. Кічік ве бұйықче балалар. 2 тақымға да 5 футбол топ ве яны спортив урбалар берілді. Мейданлығы 80 квадрат метр олған Зиманеви стадион онайтлы шайыр мұйтының шекеленуі адлы программа бойынша құрылды. Бұл мейдан изге керчектен де пек керек. Кировская көйінде біз да бала ойын мейданларына ве ГТО мейданларына ерлештірмеге планлаштырамыз. Балалар спортнен толы шекілде оғрашмалары үшін. Спортив мейдан былтыр декабрь айында құрылып башланды. Жұмхури бюджеттен бұна 5 миллион рублей айрылды. Әлбет, әліге спортқа әвеслік ашламақ біздің мақсатларымыздан бірідір. Зияретіміздің мақсады көй ерлешмесі яқын 5 елдан кешаф ету программасыны қабул етмек. Сәкенлерден қонышқан соң огде да не қадар еш тұрғаныны көреміз, ве біз яваш-яваш әршені ябармыз. Ахмечет районының Қара Аджи көйінде есе сәкенлер өз теклефлеріні сеслендірелер. Олар Единая Россия фирқасының халық программасына кірежек. Ерлі сәкенлер заиф электрик, кергінлік радсызлай. Бұл себептен евлер сық алдай, шықсыз қала ве тұрмыш техникасы іштен чыха. Не работают кондиционеры, не работают. Кондиционерлер çalışмай, автомашиналар вен насослар çalışмай. Біз электроэнергетика назарлігіне мұражат етті. Бізге мақсус станция құрмақ керек еділер, ама бір шейкедір етті. Біз үміт етемізге, бізні мұтлаға ішітерміз ве бұл меселені чезерлер. Бұл ведегер меселелеріні акимиет контрольге алды. Yollar yarıklanuf.
Энергия ағларының реконструкциясы бойынша эйі деңішмелер бар. Амма бу етерлі дегіл, чүнки буюк инвесторлар келе ве оларның лейхалары пек буюк. Сайлавдан эвелкі программаға эпысы режалар кірсетілежек ве бу вазифелерінің чезілув мудетлері белгіленежек. Спорт, тибиет, yollar, яны ичтимаи объектлер. Ахмедчит районы басамах инкишаф ете. Лилия Ислямова, Асан Ибрагимов. Миллет үшін Ахмедчит районы. Экі модуль фельдшер Эбанай ноқтасы бүгін еді Құю районында açıldı. Әрбір объектке 14 миллиондан зияде рублей айырылды. Земіне тибби мүйселер бақсы ве Нижнезаморская көлерінде пейда олды. Сабина Денеева мевзуна девам ете. Тибби хизметлер лувына бір адым қала. Бақсы койынды бұсіне еді Құю районында ilk olған фельдшер Эбанай ноқтасы açıла. Сізін алыңыз насыл? Яхшы. Людмила Лейман бірінші хаста. Евлері тибби ярдым илді етмек үшін о 30 километр ұзақлықта ерлешкен хастаханеге қатна яда койды олған ескі ФАП ноқтасына мұражат ете еді. Ама бұ ерді хасталар қабул етіліві үшін шарайт пек келішме еді. Мында біраз тарашлық еді. Эмшире Галина Владимировна чалыша еді. Бізге бірінші тибби ярдым көстерді, құртара еді бізні. Бір кімсе бізні ташлап кетмейді. Шымды мұна яш мутехасыслар келіп башлады. Тежірибенен берабер бізде ерше яхшы олыр дейміз. Бақсы койынды бинден зияды адам яшай. Модуль ФАП еркезні қабыл етіп олыр. Сугенеті милленув тибби ве интернет хасалар қабыл етілген ярық кене шодаларда ерші бар. Яны мебель тибби әлетлер комплексы ве зиманеви донатмалар. Мисал, оларақ автоматик дефибриллятор реанимацион комплексы терлеріні ершей. Бақыла. 14 миллион рублейлік ФАП ярым ел девамонда құрылды. Параларны девлет сағлық сақлав мусиселерні федераль стандартларға ве нормативлерге еткізмек үшін олардың модернизациясы. Адлы программа амелге кечірілігі черчевесінде айырдылар. Екімлер график бойынша кележеклер. Стандартлар бойынша ФАП ноқтасында фельдшер, эмшіре ве санитар качалаша. Эсасен терапевтлер, тармутехасыслар келе. Офтальмолог, хирург, травматолог екімлері де ола. Яни керек олғаны қадар біз мында график бойынша сағлық тренімізні yollayacağımız. Еді Құю районы Нижнезаморская койының сәкенері де айны боле земаневи тибби ноқтанен мақтана білелер. Нефес алыңыз. Яны ерге көчімні бұтын кой қайт еті. Фельдшер Татьяна Тимченко яны ФАП ноқтасына пек қувана. Чоқ еларды вамында тибетті чешіт алар олды. Бір кере атта бала тапқан қадынға оның евінде ярдым етілер. Мен 6-7 сене чалышам. Шарайт пек ярамайды. Дымлық, ысытуф yok. Қышта электриканен қызына едік. Балаларны эсасен евде бақтым. Евлерге еті барып ярдым етедім. Модуль ФАП уч койның сәкенлеріне қызмет көстережек. Бұ ерде хасталар қабыл етілген кабинеттен ғайры ашыламави процедуралар одасы бар. Енді қан гемоглобины, шекері яда басымыны өлчімек пек құлайлы. Еді Құю районы Қырымда ең бұйық райондар. Шуның үшін біз мұнда зиманеви ФАПлар ве екімлер амбулаториялары ағыны яратамыз. Яқын 2-3 ел девамында да бір қач бөйле ноқта açılacak. Ве бұ пек мұйым. Чүнки бөйле бұйық район үшін кейфиятлі. Бірінші тибби санитар ярдым көстірілуі пек мұйымдыр. ФАП ноқталарына да көрпе, армайылы еді Құю ве Палапан көлерінде açacaklar. Сабина Денеева, Артур Чалы, Милет үшін еді Құю районы. Абдурамановлар қорантасы 14 ел евелісі құрылды. Айледе 9 бала тәрбиелене. Қоранта азалары фаль шекілде хайрие ішлерінен ұғрашалар ве ер вақыт ярдымға келмеге азырлар. Дауд Чахалов чоқ бабалы ана бабаларының яшайышы ақында тариф етечек. Buyurunuz cemaat kahvege. Кемерде тоқтамақ ве бірер філжан қаве ішіп, субет етмек пек файдалы деген фікірде қоранта башы Руслан Абдураманов. 9 баланың бабасы ве барақ кой жамисының имамы. 96 senesi Kebir Cami'de medreseni bitirdim. Ondan son koylarga hocalık etmege, imamlık etmege yollanıldım. Ondan beri balalarını okutaydım, Kur'an derslerini verirdim. Ama mana bizde yangi cami kurulgandan son meni imam olarak tayin ettiler. 15 yıl evvelsi Ruslan Abduramanov olacak ömür refakası Marhava Hanım'ın tanış oldu. Dülber kız komşu köyde yaşay edi. 2007 senesi evlendiler ve o vakittan beri 9 balanın ana babası oldular. Менің пікірімде, Қорантада ең мұйымы бұл екі адам бір-біріні аңлағанлары ве үрмет еткенлері. Біз тек өмір арқадашлар дегілде, базы ерлерде абла қардаш кібі. Яны біз бір бұтын оламыз.
Qoranта хайрие ишлерінен оғраша, олар мұқтач ватандашларымызға ярдым кереклігі ақында илан етіп, бұ ішні алып баралар. Рамазан айы девамында әркес ораза тута, ашлар пішіріле, ве бұ неметлер яқын көйлерде яшаған ватандашларымызға ташла. 3 жылдан берлі Мархава Абдураманова Қырым мұсылман қадынларының жемаат бірлешмесінің азасы ола. Мына біз бойле бір эйлік құтысыны яраттық. Яғни біз мында кімерде өзіміз бір шейлер сатын алып қоямыз. Кімерде адамлар пара йоллайлар, яда ашайт мақсулатларнен ярдым етелер. Айда бір кере біз мақсулат торбаларыны жиып, мұқтач олған айлелерге кетіріп береміз. Эсасен айле кой ходжалығынен оғраша. Эв ишлерінен әркес оғраша. Эм бұйуклер, эм де эң кичиклер. Эргін малнен эргін оғрашмақ керек, чүнки оны суармақ керек, ашатмақ керек. Ярдым ете мына оғылларым. Аллах разы olsun, балаларым ярдым ете. Бұйук ходжалықнен оғрашмақ үшін чоқ вақыт керек олғанына бақмадан, ана-бабалар әр вақыт евлядларынен ойнамаға бош вақыт тапалар. Абдурамановлар білелер, севгі ве бір-біріне үрмет, қави ве муабет айлинын темелігіні тертіп еткен шейлердір. Дауд Чахалов, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун, Ислам Терек районы. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.